Все, рахмет. Так, біз міне енді жаңа тізім құрастырдық, машиналардың тізімі. Nexia, Mercedes, Audi, BMW, Toyota да. Тексердік, ол істеп тұр. Енді не істеймін, мен бұл машиналар барлығын үлкен әріппен жазамын. Ол үшін мен былай айтамын. For X in cars print X upper. Запуск жасаймын. Менде не? Бізде қараңдар. Барлық машиналар бірақ не үлкен әріппен жазылды. Сіздер цикл өттіңіздер ма? For өттік. Өтсеңіздер вообще керемет. Мынау X-тің қалай жұмыс істейтінін білесіздер, да? Мынау X мысалы барады, мынау Cars-тың несіне. Барады, бірінші объект алады, оны шығарады үлкен әріппен. Потом барады, келесіне оны да үлкен әріппен шығарады, потом үшіншісіне, потом төртіншісіне, бесіншісіне, и одан кейін жоқ болса, уже бітеді. Цикл солай жалғасады. Егер мен мысалы бірінші әріппен үлкен әріппен қылғым келсе, мен не істеймін? Тайтлды қолданамын. Не? Алғашқы әріп үлкен әріптен, қалғандар не? Кішкентай әріптермен болады. Так, слайс. Енді келесі. Мына жерде. Мен тек қана Mercedes пен Audi'ді шығарғым келіп тұр. Или Mercedes, Audi и BMW осы үшеуін шығарғым келіп тұр, бөлек. Осын мындай слайс деген бар, қазақшасын кешіріңіздер, білмеймін қалай екен. Мен былай жазамын мысалы. Print cars. Мынау бізде нешінші не? Бір деймін. Екі нүкте. И ал не? Audi ма? BMW ма? BMW ма? BMW шығу керек, да? Ол үшін мен бірден басап, бірінші индекстен басап, мынаған дейін шығарым керекпін. Онда не деп жазамын? 0, 1, 2, 3, 4, да? Не деп жазамын мына жерге? Бірден басап? 3-ке дейін. Жоқ, 4-ке дейін. 4-ке дейін дейсіз, сонда 3-ті көрсетеді. Иә, 4-ті алмайды. Так, қараңдар. Менде не шықты міне? Mercedes, Audi, BMW шықты. Неде? Тізімде бірінші индекс ол include кіреді, входит. Екінші индекс not include ол не входит, получается. Оның алдындағы индекс алынады. Аха, бұны айтқан бізге. Ал егер қараңдар, мен мысалы мына жерде айтады. Тағы да бір қосайық. Қандай машиналар бар бізде? Volvo бар. Тағы да не? Opel. Honda. Opel. Так, жеткілікті. Мысалы мен мынау Audi'нен басап и до конца шығарым келіп тұр. Барлық объекті, да? Мен не деймін? Audi болса 2-ден деймін. 2-ден басап и до конца, да? 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 деп жасам, онда қалай болады? Менде Opel. Онда 6 десеңіз, Volvo шығады, Opel шықпай қалады. Ол үшін просто осылай 2 деймін и артынан түкте жазбаймын. Ол кезде уже не? Барлығы кіреді. Міне, осылай. Ал егер мысалы
мысалы мынау 0-ші индекстен бастап мен Toyotаға дейін жасағым келсе, ол кезде қалай болады? Кім Еш айтады? нәрсе жазбай екіміз жазса. Ай, Тойотаға дейін дейсіз ба? 2, 3, 4. Toyota 4 болса, Төрт. жоқ, біз Төрт. аламыз. Өйткені А не? Тойотаны аласыз ба? Аламыз. Да, 5. 5 жазамын мысалы. Nexen'den бастап Toyotаға дейін жазып тұр. Так. Осы сабақ түсінікті деп ойлаймын, да? Осыны дайте жазып алыңыздар. Кейін дальше өтеміз. Енді WhatsApp-қа жібере аласыз ба?
Так, болыңыздар деп ойлаймын, иә? Так, давайте жалғастырайық сабағымызды. Келесі қараңыздар. Мен бір стринг жазам, мысалы. А-тен бір сөз жазайық, да? А-тен қандай сөзге? Жезқазған дейік. Жезқазған, да? Енді осы сөзді мен не істегім келіп тұр? Әр әріпті бөлек-бөлек бір тізім жасағым келіп тұр, да? Ол үшін не істеймін мен? Мысалы, Б-тен лист деп жазамын. Жақтан ішіне А-ны. И Б-ні шығарамын. Бірінші жасаған кезде Жезқазған деп бөлек сөз шықты, да? Қараңдар. Басында Жезқазған деген сөз болды. Кейін оны бөлік не қылып жаздық? Тізім қылдық. Әр әріпін бөлек-бөлек. Мен айтып жатқан сөздерім дұрыс естіліп жатыр ма сіздерге? Үзіліп емес па? Интернет соединение не дос. Жоқ, жақсы. Да. Неустойчиво деп тұр ма? Да. Так, енді келесі бар, мысалы біз. Осы жерге. Мысалы. Бір сөйлем берілген, да? Все равно. Екіде сабақ беремін, да? Беремін деген сөз, мысалы. Сөйлем. Осыны енді әр сөзді бөлек-бөлек не істейміз? Тізімге енгіземіз. Ол үшін біз split деген нені қолданамыз. Функцияны. Мысалы, айтайық. Print. Сөйлем жазайық. Тексерейік. Мен ертең сағат 2-де сабақ беремін, иә? Енді мына жерге не істейміз біз? X дейміз. X-тен сөйлем точка split. И print. Print X. Мен қараңдар. Мына жерде не? Әр сөз уже не істеді? Бөлек-бөлек бір тізім болды. Так, осыны жасап алыңыздар. Кейін тағы да соңғы двумерный массив бар. Соны түсіндіреміз, потом кейін WhatsApp арқылы сіздерге задание жіберемін. Және де презентация, осы біздің бүгін қолданған сөздерді ағылшыншадан қазақшаға аударып, қайсын қай жерде қолданатынымызды жазып беремін.
Так, давайте жалғастыра берейік. Так, давайте. Бізде қараңыздар, қазір тағы бір тізім құрастырам. А10, мысалы, 1, 2, так, 3, 5, 8, да? И Б10, 0, 1, 1, 2. И мысалы не деймін? С, ол бізде А мен Б-ның қосындысы. С десем, қалай болады? Қалай ойлайсыздар? А мен Б-ны шығарамын, екеуінде. Мен мына екеуін қостым. Дайте запись жасайық. Екеуінің қосындысы сандардың не? Қараңдар. Бізде не болды? А қосылған Б не болды? Так. Үстіңгі бірмен, Адағы бірмен, Б-дағы 0, сонда 1-ге тең болды. Одан оны қалай 3-ге тең болып кетті? Ай, 2-ге. О, қате болды. Значит, қараңдар. Бірінші не жазды? Бірінші А-ны жазды бізге. Міне. Екеуін қатар жазып отыр ғой онда. Иә, екеуін қатар жазды. Бірінші қатар кетті, екінші қатар кетті. Бәрі бір жолда тұр. Бәрін бір тізім қылды. Бізде не да? Сандар. Мысалы, енді не тегіміз мысалы. Д тең дейміз. А, Б. С дейік, да? Е тең мысалы X, Y и Z. F бізде тең Д қосылған Е. Print F. Деседі ABC X, Y, Z деп болды. Енді, так, мына жерге G тең не дейік? Сандар 10, 20, 70. Так, мына жерде Q, V, E, Енесі мысалы I тең бізде. Так. G H. G плюс H. Результат қандай болады? Print. Барлығы бір тізімде тұра ма? Тексерейік. Иә. Барлығы неседі? Бір тізімге тұрды. Мына жерге қараңыз, мысалы, мынау сан болса, мынау number, мынау list болса, string болса, бәрді бірге қоса береді. Так.
менде бұл жоқ двумерный массивті көрсетейін. Те мысалы true x y. Так, менде қазір қанша шығады? Len ол ұзындығы ішінде қанша объект бар екенін нетеді, көрсетеді. Қалай ойлайсыздар? Мысалы true x y z деп шықты, жаздым. Жауап қандай болады? Қандай сан шығады? 2 шығады. Так, 2 дейді, 3 дейді, да? Тексерейік. 2. Өйткені не? Ішінде мысалы true бар. Бөл 1 2. Мынау true бар и міне мынау бөлек бір не. Мысалы мынау true'ды біз былайша сақтап алар едік. Ішіне тоже. Барлығын бір тік жақшаға жазуға болатын еді. Жоқ, осылай мысалы. Мынау бір массив, мынау екінші массив. Так. Маған двумерный массивта дәл солай мысалы қараңыздар. Мысалы қосу керек болса, appendпен мысалы қолдансақ болады, мысалы. Не дейміз? Басында мысалы append болды ғой ме? Едікен remove append, да? a.append деп жасау болады, да? И қандай қосамыз, мысалы? A нүкте append и не қосамыз? Не қоссақ болады? Бір деп нетейік. Міне. Бір деп қосылды. Дәл солай жасай берсе болады. Мысалы, енді қараңыздар, так, дәйт енді. Нені көрейік, тексерейік. Len. Уже не 3 объект уже. Двумерный массивте дәл осы нелерді дәл осылай қолдана берсеңіздер болады. Append, insert, remove, delete дегенде upper, title, lower. Сортировка дәл солай тоже. Так, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті ма? Негізі. Мынаны жазып алсақ бола ма? Соңғысы ма? Түсінікті бүгінгі сабақ. Қызықты тақырып екен. Негізі мен сағат 5-ке дейін түсіндірім керек болған. Бір сағат ерте бітірдіңіз оны. Онда мен нетейін қазір. Есептер берейін. Сіздер smp.ru деген сайт білесіздер ма? Жоқ, естіген жоқпыз. Мен студенттеріме көбінесе сол жерден есептер берем. Сол жерден мысалы басқа байланысты есептер табайын, сіздерге жіберейін. Негізі сол жерде жасаңыздар да болады. Сіздер мектепте мұғалімсіздер ғой, иә? Иә, мұғалімбіз.
Сайт что-то ашылмай жатыр. Онда хакерангта бірақ та ағылшынша. Сіздерге есептерді орысша бере берсем қалай болады? Мысалы, қазақша есептер табу сәл қиын болады. Екінші күннің есебін сол орысша берген, осы есеп шығарған жоқ. орысша берген. орысша беруге кеше біз қиналдық қой. Ағайлар, Қазақша апайлар. бергенде де түсінбей только неден Қазақша ғана түсініп перевод дұрыс емес болды ғой, түсініксіз болды сөздері. Иә, біз мысалға Орысша қарап түсінікті болды оған қарағанда. екінші күн есе орысша болды, бірақ сонда да шығармады. Жоқ, жаңа орысша есебіңізге перевод жасасаңыз, қазақша перевод жақсы жасайды ғой, Google-да. Орысшадан бәріміз қиналдық ау деймін, екінші күні тапсырмасы ешкім орындалған жоқ екен. орысша беріп отыр, біз қиналдық. Ойбай, кеше мен өзім компьютерде дауысты өшіп тастаппын. Так, орысша есеп берсем қарсы емессіздер ма? Түсінбейміз орысшаға. Сіз өзіңіз көмек берем десеңіз, онда көрейік. Мен онда Google переводчикқа салып нетен аудара салайын. Свет тағы дұрыс болмай кетті ау деймін, көбісі шығып кетіп отыр. Иә, барлығы шығып жатыр, что-то бір-бірлеп. Осы жерге экранға қоясыз ба есепті? Сайт қары істемей жатыр, мен басқа не табайын. Иә, менге де ашылмай тұр, жаңа сіз берген ссылкамен кірсем. Так. Экранға қойсаңыз, одан кейін бірігіп жасап көрсек. Жарайды қазір. Переводсыз қойып көрсеңізші, сосын Иә, сосын талдап көреміз. сосын айтамыз. Сосын жасап көреміз. Так, давайте былай етейік. Мына жерде есептері сәл қиындау. Сандардың тізімі бар, мысалы, 1-ден бастап 100-ге дейін да. И сіздер ішінде нені табу керексіздер. Тек қана жұп сандарды ғана шығару керексіздер.
Ағай, біз оны шығарып тастадық қой. Біз кеше ондай тапсырма орындадық біз. Жоқ, Жұп сандарын, тақ сандарын шығару. Жоқ, тізім, Кеше тізіммен. шығарып Тізімге оны, оларды тізімге енгізесіздер. Списокке. Массив. Хорошо? Бірден 100-ге дейін бастап сандар бар. Соның ішінде, мысалы, жұп сандарды тізім арқылы шығарасыздар. Бүгінгі өткен тақырыбымызға байланысты ғой, да? Иә. Бүгін біз тізім өттік қой, список. Массив. Так, демонстрация бітіріп жіберсем болады, да?